негізі бар ғой мынау, ақшада көп ақша деген ұғым дұрыс емес ұғым деп айтады финансистер. Ақша ешқашан көп болмайды. Ақша әрдайым аз болады. Сізде 0,000 болып, нөлі көбейген сайын сізге аз болады ол. Бұл өмірдің ақиқаты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахабаны шақырып алып айтыпты. Дүние туралы айтпақшы болған ғой. Халықтың алдында тұрып шақырып айтыпты. Саған мына дүние және осы дүниенің үстіндегінің бәрін берсе, жете ма депті. Сөйтсе ішіндегі кейбіреулер, я жетеді, конечно, әлбетте жетеді деп атса, әлгі кісі жоқ депті. Жетпейді десе, құлағынан тартыпты. Ақиқатты айттың депті. Ақиқатты айттың. Егер жетеді дегенде мен сені өтірікші дейтін едім деген екен.